Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, жасалуы да өте оңай кекстің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен 3 жұмыртқаға 150 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше осылайша жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 150 грамм еріген майды қосып, тағы да араластырамыз. Және де 150 грамм сүт қосып, тағы да араластырамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны жөн. Енді 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Шамамен 220-230 граммдай ұнды електен өткізіп қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей барлығын араластырып алдық. Бізде осындай масса шығады. Және де өз қалауыңызша жаңғақ немесе мейіз қоссаңыздар болады. Енді осы дайын массаны формаларға құйып шығамын. Бір формаға шамамен 3-4 қасықтан құйып шықтым. Жасалуы өте оңай, барлығын араластырып, құйып духовкаға сала саласыздар. 180 градуста қызып тұрған духовкаға 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей кекстарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ағаш таяқшамен ортасының піскенін осылайынан тексеріп алуға болады. Осы рецептпен менде 15 штук кекс шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Егер де сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуіңізді сұраймын.